Тілдік модельдер дегеніміз не? Өздеріңіз білетіндей, жасанды интеллект технологиясы, тілдік модельдер өзіне көптеген ақпараттарды жинап отырады. Терабайт ақпараттарды өздері жинап отырады. Яғни тілдік модель мәтін немесе сөйлемді түсіну, құру және талдау үшін қолданылатын жасанды интеллект технологиясы. Бұл модельдер белгілі бір көлемдегі мәтіндерден оқытылып, сөйлемдердің құрылымы мен мағынасын түсінуге тырысады. Мысалы, ChatGPT сияқты модельдер адамның сұрақтарына жауап береді. Автоаударма бар, Google Translate. Соның ішінде токенизация дегеніміз не? Яғни токенизация, яғни мәтінді кішігірім бөліктерге бөлу процесі. Әрбір бөлік токен деп аталады. Бұл бөліктер сөздер, сөйлемдер немесе тіпті әріптер болуы мүмкін. Мысалы, мен промпқа жазған кезде мен қазақша оқып жүрмін. Оны жасанды интеллект токендерге бөледі. Яғни мен қазақша оқып жүрмін. Яғни токенизация жасанды интеллект үшін мәтінді оңай талдауға және өңдеуге көмектеседі. Векторизация дегеніміз бар, яғни векторизация мәтінді сандық деректерге айналдыру. Өздеріңіз білетіндей, компьютер мәтінді сандық түрінде ғана таниды. Сондықтан әрбір токен немесе сөз белгілі бір сандармен көрсетіледі. Мысалы, сөздер қазақша оқу кітап. Яғни бұны вектор ретінде былай көрсету мүмкін 0,12, 0,45, 0,178. Әр сөзге сандық мәндер беріледі. Бұл векторлар жасанды интеллект сөздердің арасында ұқсастықтарды, мәтінді түсінуге мүмкіндік береді. Жалпы токенизация мен векторизацияның пайдасы, яғни мәтінді өңдеу мен талдау үшін негіз болу, тілдерді түсіну және сөйлемдерді құру, мәтіндік тапсырмаларды автоматтандыру, яғни аударма, талдау, сұрақтарға жауап беру. Жалпы жасанды интеллекттің негізгі түрлері үшке бөлінеді, яғни тармақталған жасанды интеллект Weak AI дейді, яғни белгілі бір ғана тапсырманы орындауға арналған жасанды интеллекттер бар. Мысалы, Siri, чат-боттар. Одан бөлек Strong AI бар. Бұл адамның ойлау қабілетіне ұқсас көптеген тапсырмаларды орындай алады, бірақ мұндай жүйелер әлі толық дамылмаған. Яғни болашақ енді супер жи деген бар, яғни бұл гипотетикалық деңгей. Мұнда жасанды интеллект адамның ақыл ойынан асып түседі. Мысалы, ғылыми фантастикалық кейіпкер Терминатор, Skynet деген секілді. Жалпы токенизацияның түрлері, яғни үшке бөлеміз. Сөздік токенизация, яғни мәтін сөздерге бөлінеді. Мен кітап оқимын. Мен кітап оқимын деп үшке бөледі. Символдық токенизация бар, яғни әрбір символ жеке токенге бөлінеді. Мысалы, кітап. Әр әріпті бөлек-бөлек етіп көрсетеді. Субсөздік токенизация, яғни subword, яғни сөздерді кішігірім бөліктерге бөлу. Оқушы, яғни оқушы. Бұл әдіс сирек кездесетін сөздерді өңдеуге тиімді. Жалпы токенизация жасанды интеллекттің мәтінді тиімді түрде түсінуге мүмкіндік береді. Әсіресе тілдерде сөздердің ұзындығы мен құрылымы әртүрлі болғанда токенизация өте қажет. Одан бөлек векторизацияның әдістері бар. Яғни bag of words, яғни сөздердің жиілігін санайды, бірақ олардың ретін ескермейді. Мысалы, мен кітап оқимын. Кітап өте қызықты. Векторизацияның әдістері TF-IDF деген бар, яғни term frequency, inverse document frequency. Яғни сөздің мәтінде қаншалықты маңызды екенін анықтайды. Екінші қолданылатын жері бұл іздеу жүйелері болып табылады. Word embedding, яғни сөздерді кіріктіру, әрбір сөз сандық кеңістіктегі векторға айналады. Мысалы, word, to, wake, clove. Бұл әдіс сөздер арасында ұқсастықтарды анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, патша ер адам плюс әйел патшайым. BERT және GPT сияқты контекстуалды әдістер. Сөздің мағынасын мәтін контекстіне байланысты анықтайды. Мысалы, банк сөзі ақша сақтау орны немесе өзен жағасы деген мағына беру мүмкін. Мұны контекст арқылы анықтайды. Тілдік модельдердің жұмыс істеу принципі, яғни деректерді жинау. Модельдер үлкен мәтіндік деректермен оқытылады. Мысалы, кітаптар, веб-сайттар, мақалалар. Жасанды интеллект тілдік модельдер қалай қолданылады? Бірінші құжаттар өңдеу.
мәтінді талдау және классификациялау, аударма жасау, Google Translate, чат-боттар, клиенттерге қызмет көрсету, ақпарат беру, медицина, яғни дәрігерлік жазбаларды талдау, диагноз қою, маркетинг, мәтінді жарнамаларды автоматтандыру, клиенттерді сегменттеу, білім беру, яғни тілді үйрену бағдарламалары, Duolingo. Жалпы осы жасанды интеллекттегі тілдік модельдердің негізгі ұғымдарына тоқталып өттік.